өзі қимылсыз билеп, иықтан шашың төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Иықтан шашың төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Үлгіге қарап алқаны әшекейлегенде баланың қабылдауы, зейіні, ойлауы, моторикасы, эстетикалық сезімі дамиды және ұлттық бұйымдарға сүйіспеншілігі артады. Киім кию салты арқылы адамның мінез құлқы, қоғамдағы орны, болмысы анықталады. Абай Құнанбайұлы. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Айнура. Мен пестемін. Мен бүгін анаммен шашбау істеймін. Шекелі Және алқа жасаймыз, е? алқа жасаймыз. Айнура, өткен жылы біз осында керемет тамаша алқа жасаған едік. Бүгін осындай бөлшектерден біз әдемі зергерлік бұйым жасаймыз, е, Айнура? Дидарың нұрлы шуақты күнде. Зергер адам зерделі адам. Зергер болу барлық адамның қолынан келе бермейді. Бірақ қазіргі таңда Айнура осындай тамаша бұйымдарды өз қолыңмен зергер сияқты жасауға да болады, е, Айнура? Зергер адамдар осы саланың хас шеберлері болады. Әрі қасиетті серлі өнері болып есептеледі. Азатталар көрген жан сенен, көркіңнен сенің айналдым ереке. Арнайы құрал саймандарды да қолданып жасауға болады, е, Айнура? Көркіңнен сенің айналдым ерекем. Қазақтың салтын сақтаған көркем. Қазақтың салтын сақтаған көркем. Міне тұмаршаң да дайын болды, Айнура. Шекелегің де дайын болды. Ал енді шашыңа арналған шашбау жасайық. Қане, өзің таңдап, неден жасауға болатынын көрсете ғой. Тағы не аласың, не таңдайсың? Мінекей Айнураның шашбаулары дайын болды. Үкілі кәмшат, бүрмелі көйлек, тұрғандай өзі қимылсыз билеп, иықтан шашың төгіліп жерге, күмісті шашпау